Жаңа рилста отырдым да, бір 10 минут отырдым. Сөйтіп бір ютуберді көрдім. 11 жасында, оказывается, 500-600 мың тапқан ба сондай. Доллармен айтып жатыр. Тағы қандай? 11 жасында, 12 жасында бір бала сұхбат беріп отыр телевидениеде. Тағы қалай? Өте көп успешный адамдар, әсіресе балаларды көрдім да, енді мен осы жолы. Не айтқым келеді бұнымен? Осындай видеоларды көрген кезде осыларақ жетістікке жеткіш екен, тасташ құрсын деген сияқты реакция білдіруіміз мүмкін. Немесе іштей бір қызғаныш болуы мүмкін деген сияқты, иә. Оның барлығы менің басымнан да өткен, сіздердің бастарыңыздан да өтеді, бірақ мен қазір бір нәрсені түсіндім. Соларды көрген кезде мен қазір маған да жұғысты болсын. Осылай оңай жетістікке жету маған да жұғысты болсын. Это возможно деп айтатын болдым. Өйткені сенің әр айтқан сөзің өміріңде орын алатынына 100% көзім жетті. Әр ойлаған ойың сенің өміріңе айналатынына көзім жеткендіктен. Мен осындай нәрселерден кейін мен өзім жасауым керек бірінші деген талапты қоямын. Сен бала, міне қарашы, 11 жастағы бала осындайға жетіп жатыр. Ал сен отырсың сабағыңды оқи алмай деген сияқты нәрсені айтпаймын. Өйткені әр баланың способності әртүрлі, әр адамның способності әртүрлі. Мен өз қолымнан келгенді жасаймын. Осындай видеоларды көрген кезде қызғаныш немесе жаңағыдай туфта қылып құнсыздандырмаймын. Маған да жұғысты болсын, балама да жұғысты болсын, бәріне де жұғысты болсын деп дұға тілеймін.